Бәріне сәлем. Бүгін мен Емартқа келдім. Тамақтар алу үшін. Не алғанымды көрсетейін. Емарт өте үлкен, мұнда косметика, подушка, бүкіл құралдар негізі сатады. Өте үлкен Емарт. Бірақ мен мұнда тамақ алу үшін ғана келемін. Өйткені көбінесе осы үйге керек нәрселерді Дайсадан аламын. Өйткені Дайсада арзанырақ. Негізі мұнда бір жақта да бар шоколадтардың түрлері бар. Міне осындай Твикс, Киткат, M&M's. Мынау Копико бәріңіз білгендей дорамаларда көрсетіп жүреді. Мен шоколадын таппадым, бірақ компьютерінде көрдім. Алам деп ойлаймын. Негізі мен кофе ішпейтін адаммын. Рамендар осы пачкамен сатылады. Көбінесе пачкамен аламыз, бірақ мұнда штучный түрлері де бар. И пачка коробкада бүкіл размер түрі бар. Негізі майды да байқап алу керек, мұнда түр-түрі бар. Мен негізі осы майды аламын. Более-менее арзан, чем басқалар. И нормальный. Негізі майды да байқап қарау керек. Өйткені ең бірінші келгенде осындай ыдысқа ұқсас, міне осыны мен неге білмеймін, майды ойлап қалдым. Алмағаным дұрыс болды. Міне тұздардың осындай түрлері бар. Негізі мұнда айтады, өзімен бірге дәмдеуіштерді алып келсін, өйткені реально қымбат. Қараңдаршы. Бірақ премиум ғой түрі. Вот ондар нормально бар, біздікі сияқты. Рисовый он, обычный пшеничный он бар. Соустардың түрлері де көп. Олар өте қатты оны жақсы көреді. Негізі үлкен, Емарт өте үлкен. Көрсету қиын. Міне қанттың түрі. Негізше но брендтен де алған дұрыс, өйткені мұнда мысалы йогурттары реально арзан. И дәмі нормально. Анда 2 есе қымбат тұрады. Бағана қараңыз, ашқанда қымбат. Осындай лотокпен алған арзанырақ тұрады. Үлкен алған жөн, өйткені солай арзанырақ шығады. Бәрлеріңіз естігеніңізде, мұнда фрукты, овощ негізі өте қымбат тұрады. Біздікпен салыстырғанда. Мұнда вондарды аударсаңыз көре аласыздар. Но брендтің осы батончигін алуға кеңес беремін. Мен ылғи тәртені жеймін, өте дәмді. Міне, но брендтің көбінесе заттардың бәрі 2 есе арзан. Негізі 2 есе емес, бірақ әлде қайда арзан. Маған осы жерде тұратын сайды ұнаушы еді, бірақ ол қалды алмай қалдым. Вот кола бар. Мына негізі алға кезінесі білмеймін. Осыны алған соң мен іштім, мені құсқым келді, организммен қалдамады. Іштердің түр-түрі бар, злақтың түр-түрі бар. Осындай үлкен бізде түр-түрі көп, өте көп. Грибы NLT. Морепродуктылар да өте көп. Осылай сатады. Суларды сразу пачками сатып отырады. Но брендтікі. Бәсе неге арзан десем? Овощи, фруктыларды красный ценник жабыстырады. Түрі нормальный вроде, соны алам. Солай дешевле. Қазір көрсетсем тапсам. Просто так, білмеймін, скидка қояды. Мен соны иногда кейбір товарларды білем, қайсыған примерно қояды иногда. Вот, соны күтіп отырам да, сол керек кезде алам. Блин, қандай қымбат алмалар. Мен осында келгеннен бұрын негізше бәр фрукты, овощиді рыноктан алған дұрыс, онда арзан шынында да. Менде өте қымбат. Бізде жабысып тұр ценалары.
мында негізі көбірек продукты болады, бірақ біз кеш келдік те. Осылай. Короче, осымен аяқтаймын. Негізі ше, бүкіл нәрсе көрсеткен жоқпын. Өйткені уақытым жоқ. Бізге осының бәрін аралығы 1 сағат береді, и маған қазір Дайсоға бару керек. Сондықтан бәрін көрсете үлгермеймін. Бірақ егер бірдеңені көрсету керек болса, комментарийға жазып кетсеңіз болады. Тағы да түсіретін боламын. Бітпегенше мындай косметикалар да сатады. Негізі тоже қымбат. Кетіп бара жатқанда кезде киімдер де сатады. Мен негізі көрген жоқпын осы жерден киімді, бірақ осылай. Качественный шығар енді мында тұрсам. Мыло сатады. Мыло осы жерден алған. Аз көрсем қайсын. Міне осыны сатып алғам мен. Вроде жақсы. Ой. Болды. Осымен енді аяқтаймын. Кездескенше сау болыңыздар. Негізі мында еще техника сататын туралы ұмытып айтуға. Мен 0-й этажға бардым, бірақ мында еще 1-ші этажы бар. 1-ші этажда өте үлкен. Мен өзім айналып қараған жоқпын, мында не бар екен. Бірақ көбінесе көп тұрғанымызда техника ғой деймін. Мен мында киімдер сатып отырады. Және ең маңызды айтатыным, мында Каспиймен алады ақшаны. Төлеуге болады Каспиймен, сондықтан Каспиймен төлеуіңізге болады.